Адамзаттың ең қымбат арманы. Елестетіп көріңіз. Егер бір күні ғалымдар адамзат тарихындағы ең үлкен жаңалықты жарияласа, олар қартаюды тоқтатудың жолын тапты десе, адам ағзасы енді бұрынғыдай қартая бермейді. Жасушалар бұзылмайды. Аурулар баяулайды. Адамдар жүздеген жыл өмір сүре алады. Бұл ғылыми фантастика сияқты естіледі. Бірақ соңғы жылдары әлемнің ең бай адамдары дәл осы мақсатқа миллиардтаған доллар жұмсап жатыр. Олар жаңа зертханалар салып жатыр. Ғалымдарды жалдап жатыр. Жаңа технологияларды зерттеп жатыр. Генетика, жасушалық биология, жасартатын медицина. Бәрі бір мақсатқа бағытталған. Өмірді ұзарту. Өйткені олар бір нәрсені жақсы түсінеді. Ақша көптеген нәрсені сатып ала алады. Үйлер, компаниялар, тіпті мемлекеттердің экономикасына әсер етуге болады. Бірақ бір нәрсені сатып алу мүмкін емес. Ол уақыт. Әлемдегі ең бай адамда уақыттың алдында әлсіз. Бүгін ол күшті. Ертең ол қартайып бастайды. Бір күні оның денесі әлсірейді. Ал бір күні бәрі аяқталады. Сондықтан бүгінгі таңда адамзаттың ең бай адамдары бір мақсатқа жетуге тырысып жатыр. Өлімді жеңуге. Бірақ мәңгі өмір туралы арман жаңа емес. Адамзат бұл туралы мыңдаған жыл бойы ойлап келеді. Ежелгі өркениеттерде мәңгі өмір туралы көптеген аңыздар болған. Мысалы, Шумер өркениетінің ең көне дастандарының бірі Гильгамеш туралы эпос. Бұл тарих адамзат мәдениетінің ең алғашқы жазбаларының бірі болып саналады. Онда ұлы патша Гильгамеш туралы айтылады. Ол күшті, батыр, жеңілмейтін жауынгер. Бірақ бір күні оның ең жақын досы қайтыс болады. Сол кезде Гильгамеш алғаш рет бір нәрсені түсінеді. Бір күні оның өзі де өледі. Бұл ой оны қорқытады. Сол себепті ол мәңгі өмірдің құпиясын табу үшін ұзақ сапарға шығады. Ол шөлдерді кесіп өтеді. Таулардан асады. Қауіпті теңіздерден өтеді. Ақырында ол бір шындықты түсінеді. Мәңгі өмір адамдарға арналмаған. Бұл ой мыңдаған жыл бойы өзгерген жоқ. Адамзат әрқашан өлімнен қашуға тырысты. Бірақ ешкім одан толық құтыла алмады. Ежелгі Қытайда да адамдар мәңгі өмір туралы армандады. Әсіресе билеушілер. Өйткені оларда бәрі болды. Билік, байлық, даңқ, бірақ оларда да бір қорқыныш бар еді. Өлім. Қытайдың алғашқы императоры Цин Ши Хуанди бүкіл елді біріктірген ұлы билеуші болды. Ол алып сарайлар салдырды. Мыңдаған сарбаздан тұратын әскер құрды. Тіпті өзіне арналған алып жер асты қаласын салдырды. Бүгін біз оны терракота армиясы деп атаймыз. Бірақ оның ең үлкен арманы мәңгі өмір еді. Император алхимиктерге бұйрық берді. Олар мәңгілік өмірдің эликсирін табу керек болды. Алхимиктер түрлі тәжірибелер жасады. Олар шөптерді араластырды. Минералдарды қосты. Алтын мен түрлі металдарды пайдаланды. Бірақ олардың көпшілігі ғылымға емес, сенімге негізделген еді. Сол кезде адамдар кейбір металдар ерекше қасиетке ие деп ойлаған. Соның ішінде сынап. Олар сынап адамға мәңгі өмір береді деп сенген. Бірақ шындық мүлде басқа еді. Көптеген тарихшылардың айтуынша император дәл сол мәңгілік өмір дәрілерінің кесірінен қайтыс болған. Бұл тарихтағы ең үлкен ирониялардың бірі. Өлімнен қашқан адам дәл сол әрекеттерінің салдарынан өлді. Ғасырлар өтті. Алхимия біртіндеп жоғалып кетті. Оның орнына жаңа ғылым пайда болды. Медицина, биология, химия, ғалымдар адам ағзасын зерттей бастады. Олар аурулардың себебін түсінуге тырысты. Адамзат біртіндеп үлкен жетістіктерге жетті. Бір кездері адамдар қарапайым инфекциялардан қайтыс болатын. Бірақ антибиотиктер пайда болды. Вакциналар жасалды. Медицина дамыды. Санитария жақсарды. Таза су пайда болды. Осының арқасында адамзат өмір ұзақтығын 2 есе арттырды. Бұрын адамдар көбіне 40-50 жыл ғана өмір сүретін. Бүгінде көптеген елдерде адамдар 80 жылға дейін өмір сүре алады. Бұл үлкен жетістік. Бірақ бір нәрсе өзгерген жоқ. Адам бәрібір қартаяды. Ғалымдар қартаюдың себебін зерттей бастады. Біздің ағзамыз триллиондаған жасушалардан тұрады. Әрбір жасушаның ішінде ерекше ақпарат бар. Бұл ДНК. ДНК біздің биологиялық бағдарламамыз. Онда біздің көзіміздің түсі де жазылған. Біздің бойымыз. Тіпті кейбір ауруларға бейімділікте. Бірақ уақыт өте келе ДНК-да өзгерістер пайда болады. Жасушалар әр бөлінген сайын кішкентай қателер жинала бастайды. Бұл қателер жылдар бойы көбейеді. Ақырында жасушалар әлсірейді. Органдар баяу жұмыс істейді. Адам қартаяды. Кейбір ғалымдар бір қызық ой айтады.
Мүмкін қартаю табиғи процесс емес. Мүмкін бұл биологиялық бағдарлама. Ал егер бұл бағдарлама болса, оны өзгертуге болады. Соңғы жылдары ғалымдар ерекше тәжірибелер жасады. Олар жас және кәрі тышқандарды зерттеді. Ғалымдар екі жануардың қан жүйесін біріктірді. Яғни жас тышқанның қаны кәрі тышқанның ағзасына өтті. Нәтиже күтпеген болды. Кәрі тышқанның жағдайы жақсарды. Оның бұлшық еттері күшейді. Ми белсенділігі артты. Кейбір қартаю белгілері азайды. Бұл жаңалық бүкіл ғылыми әлемді таңғалдырды. Көптеген зерттеушілер жас ағзада ерекше молекулалар бар болуы мүмкін деп ойлады. Олар жасушаларды қалпына келтіруге көмектесуі мүмкін. Бұл идея Крини алқабындағы кәсіпкерлердің де назарын аударды. Өйткені олар бір нәрсені түсінді. Егер қартаюды баяулатуға мүмкіндік болса, онда бұл адамзат тарихындағы ең үлкен жаңалық болар еді. Бұл зерттеулер ғылыми әлемде үлкен қызығушылық тудырды. Өйткені алғаш рет ғалымдар қартаю процесіне әсер ету мүмкін екенін көрді. Әрине, бұл тәжірибелер тек жануарларда жүргізілді. Адамдарға қатысты нақты дәлелдер әлі болған жоқ. Бірақ осы жаңалық Кремний алқабындағы технологиялық компаниялардың назарын аударды. Бұл жерде әлемдегі ең бай кәсіпкерлер жұмыс істейді. Олар жаңа идеялардан қорықпайды. Керісінше ең батыл жобаларға инвестиция салады. Сондықтан қартаюды зерттеу де үлкен бизнеске айнала бастады. Жаңа стартаптар пайда болды. Жаңа зертханалар ашылды. Ал ең қызығы, бұл зерттеулерге миллиардтаған доллар жұмсала бастады. Кейбір миллиардерлер қартаюды адамзаттың ең үлкен мәселесі деп санайды. Олардың айтуынша, адамзат көптеген ауруларды жеңіп келеді. Жүрек аурулары емделіп жатыр. Көптеген инфекциялар бақылауға алынған. Медицина жыл сайын дамып келеді. Бірақ бір соңғы ауру бар. Ол қартаю. Егер ғылым қартаюдың себебін толық түсінсе, онда адамдар әлдеқайда ұзақ өмір сүре алады. Мүмкін 100 жыл, мүмкін 150 жыл. Ал кейбір ғалымдардың пікірінше одан да ұзақ. Сондықтан әлемдегі ең ірі технологиялық компаниялар бұл тақырыпқа қызыға бастады. Google компаниясы арнайы ғылыми жоба құрды. Бұл жоба Calico деп аталады. Бұл зертхананың мақсаты қартаюдың биологиялық механизмдерін зерттеу. Онда әлемнің ең мықты ғалымдары жұмыс істейді. Генетиктер, биологтар, дәрігерлер, олар жасушалардың қалай қартаятынын зерттейді. ДНК қалай өзгереді, жасушалар қалай бұзылады, және ең бастысы, бұл процесті қалай баяулатуға болады. Бұл зерттеулер әлі толық нәтиже берген жоқ. Бірақ ғылым бұл бағытта үлкен қадамдар жасап жатыр. Соңғы жылдары ғылымда жаңа технология пайда болды. Ол CRISPR деп аталады. Бұл технология ДНК-ны өзгертуге мүмкіндік береді. Ғалымдар гендердің белгілі бір бөлігін өзгерте алады. Қажетсіз гендерді өшіруге болады. Жаңа гендерді қосуға болады. Бұл технология медицинада нағыз революция болуы мүмкін. Мысалы, кейбір генетикалық ауруларды осы әдіспен емдеуге болады. Ал болашақта ғалымдар қартаюға жауап беретін гендерді де өзгерте алады деп ойлайды. Егер бұл мүмкін болса, адамдар әлдеқайда ұзақ өмір сүре алады. Ғалымдар тек адамдарды ғана зерттемейді. Олар табиғаттағы ерекше жануарларды да зерттеп жатыр. Өйткені кейбір жануарлар өте ұзақ өмір сүреді. Мысалы, кейбір тасбақалар 150 жылдан астам өмір сүре алады. Кейбір киттер 200 жылға дейін өмір сүретіні туралы деректер бар. Ал бір ерекше жануар бар. Ол жалаңаш жер қазғыш. Бұл кішкентай кеміргіш өте ұзақ өмір сүреді. Көлемі тышқанмен бірдей. Бірақ ол 30 жылдан астам өмір сүре алады. Бұл кеміргіш үшін өте ұзақ уақыт. Ең қызығы, бұл жануар сирек ауырады. Ғалымдар оның ағзасын зерттеп, қартаюдың құпиясын түсінуге тырысып жатыр. Бірақ кейбір адамдар ғылымды күткісі келмейді. Олар өз ағзасына тәжірибе жасап жатыр. Бұл қозғалыс биохакинг деп аталады. Биохакерлер өз денесін зертхана сияқты пайдаланады. Олар арнайы диеталар ұстайды. Күн сайын ондаған дәрумендер қабылдайды. Ұйқысын, жүрек соғысын, қан құрамын бақылап отырады. Кейбіреулер тіпті арнайы құрылғылар орнатып, ағзасын үнемі тексеріп жүреді. Олардың мақсаты қартаюды мүмкіндігінше баяулату, өмірді ұзарту. Соңғы жылдары кейбір миллиардерлер қартаюды жеңу үшін өз ағзасына тәжірибе жасай бастады. Олардың бірі америкалық кәсіпкер Брайан Джонсон. Ол өз өмірін ерекше ғылыми жобаға айналдырды. Джонсон күн сайын арнайы диета ұстайды. Ол жүздеген түрлі медициналық тексерулерден өтеді. Оның ағзасын ондаған дәрігерлер бақылап отырады. Ол күн сайын ондаған дәрумендер мен қоспалар қабылдайды. Ұйқысы, жүрек соғысы, қан құрамы,
Барлығы үнемі бақылауда. Бұл экспериментке ол жыл сайын миллиондаған доллар жұмсайды. Оның мақсаты ағзаның қартаюын мүмкіндігінше баяулату. Тағы бір ерекше идея – крионика. Бұл технологияның идеясы өте қызық. Адам қайтыс болғаннан кейін оның денесін немесе миын өте төмен температурада мұздатады. Шамамен минус 196 градус. Бұл температурада барлық биологиялық процестер тоқтайды. Крионика жақтастары болашақта ғылым дамып, адамдарды қайта тірілтуге болады деп сенеді. Сондықтан кейбір адамдар өлімнен кейін өз денесін мұздатуға келісім шарт жасайды. Олардың ойынша болашақта медицина әлде қайда дамыған болады. Және сол кезде оларды қайта тірілту мүмкін болады. Бірақ көптеген ғалымдар бұл идеяға күмәнмен қарайды. Қазіргі ғылым мұздатылған адамды қайта тірілте алмайды. Сонымен қатар мұздату кезінде жасушалар қатты зақымданады. Сондықтан крионика әзірге ғылыми дәлелденген технология емес. Бұл көбінесе болашаққа деген үміт. Дегенмен бұл идея бір нәрсені көрсетеді. Адамдар өлімнен қашуға дайын. Тіпті ең ерекше және қауіпті әдістерді қолдануға да дайын. Бірақ егер адамзат шынымен қартаюды жеңсе не болады? Егер адамдар 200 жыл өмір сүре алса ше? Бұл бүкіл әлемді өзгертеді. Жер халқы күрт өседі. Ресурстар жетіспеуі мүмкін. Экономика мен қоғамның құрылымы өзгереді. Мысалы, адамдар 40 жыл емес, 120 жыл жұмыс істеуі мүмкін. Бір адам өмірінде бірнеше түрлі мамандықты игеруі мүмкін. Билік пен байлық ондаған жыл емес, ғасырлар бойы бір адамдардың қолында қалуы мүмкін. Бұл қоғамға жаңа қиындықтар әкелуі мүмкін. Сондықтан кейбір философтар маңызды сұрақ қояды. Мүмкін өмірдің ең үлкен құндылығы оның шектеулі болуында шығар. Өйткені уақыт шектеулі болғандықтан адамдар әрбір күнді бағалайды. Әрбір кездесу маңызды болады. Әрбір сәт ерекше болады. Егер өмір шексіз болса, адамдар өмірге басқаша қарай бастай ма? Бұл сұраққа әзірге ешкім нақты жауап бере алмайды. Бірақ бір нәрсе анық. Адамзат ізденуді тоқтатпайды. Ғалымдар зерттеулерін жалғастырып жатыр. Миллиардерлер ғылымға миллиардтаған доллар салуды жалғастырып жатыр. Мүмкін бір күні адамзат қартаюды жеңуге жақындайтын шығар. Мүмкін адамдар жүздеген жыл өмір сүретін заман келеді. Бірақ сол кезде ең маңызды сұрақ туындайды. Егер өлімді жеңуге мүмкіндік болса, оны барлық адамдар пайдалана ала ма? Әлде бұл мүмкіндік тек ең бай адамдарға ғана тиесілі бола ма? Адамзат мәңгі өмірдің құпиясын табуы мүмкін. Бірақ сол кезде біз тағы бір сұраққа жауап беруіміз керек. Мәңгі өмір бізді бақытты ете ме? Әлде өмірдің шынайы мәні оның қысқалығында ма? Бәлкім өмірдің ең үлкен құпиясы оның мәңгі болмауында шығар. Ал ізденіс жалғаса береді. Өйткені адамзаттың ең көне арманы әлі өзгерген жоқ. Өлімді жеңу.